Суратул Фатиха, яғни Фатиха сүресі. Енді бірінші аяты. Міне Б, И, С. Бис, М, И, Л. Яғни мына уасыл хамзамен ләм оқылмайды. Мына шәддалы әріп келіп тұр. Сол үшін бірден мейлі болып кетеді. Бисмилла дегенде мына жер ә болып оқылады. Яғни кейбіреулер бисмилла деп айтады ғой, өйтіп айтуға болмайды. Себебі мына жерде бізде кәсіра болған себепті мына жер ә болып оқылады және екіге созылады. Бисмиллахир. Бисмиллахир. Мына жерде де уасыл хамза оқылмайды. Ләм неге оқылмайды? Себебі ләмнен кейін шәддәлі әріп келіп тұрғандықтан бірден ро әрпіне өтеді. Бисмиллахир рахман. Мына жерде бізде созылады. Сол үшін екіге созу керек. Рахманы. Мына жерде нир деп тағы да уасыл хамзамен ләм оқылмай қалады. Нир рахим. Аяттың мынау бірінші бір деген сан, бірінші аят бітті. Сол үшін кәсіра емес, орнына сукун пайда болады. Бисмиллахир рахманир рахим. Бисмиллахир рахманир рахим.